Қайырлы күн, құрметті қауым. Қазақстан Республикасы халқының тілдер күні ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен қатар тойланады. Биылғы жыл ұлы хакім Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы. Мереке құтты болсын. Мы рады приветствовать вас в эти первые дни золотой осени. 5 сентября 2020 года в Казахстане отмечается День языков. Скажи мені смереко, що ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко, ой, смереко, розкажи мені смереко, що ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко. Қатты қуанамын. Ана әлдие, әженің әні, бабамның рухы сезіліп тұратын ұлылар сөйлеген тіл мәртебесі биік болсын.